Біздің бет келбетіміз өзгерген. Біз бұны қабылдап, әрі қарай өмір сүріп келеміз. Бұл диагнозбен өсе келе өзімді төмен, адамдардан кем санайтынмын. Ал қазір басқаша. Бетімнің мына жағы өзгерген. Жақтарым томпақтау, аздап май болатын. Осылай жүдеп кетті. Біздің отбасымызда 6 адам бар. 5-еуі қыз, 1-еуі ұл. Монорунгтар отбасындағы 6 баланың 4-еуі әлемде өте сирек кездесетін, бет жүзінің қатты өзгеруіне алып келетін диагнозбен туылған. Мен өзімнің неге әпкелерім мен ағама ұқсамайтыным туралы көп ойлайтынмын. Өсе келе оның тұқым арқылы ата-анадан берілетінін түсіндім. Аға әпкелерім әкеме ұқсаса, мен анама ұқсаймын. Көп зерттей келе, отбасы мүшелері бұл ақаудың тұқым қуалайтынын түсінген. Балаларының әкесінде де дәл осы жағдай болса, анасында бәрі қалыпты. Қазір болған соң не істейміз? Ұйықтайтын шығармыз? Жоқ, далада біраз жүріп, таза ауа жұтып қайтуымыз керек. Отбасы мүшелері осы денсаулық жағдайлары жөнінде әлі дәрігерге барып қаралмаған. Оларда күнделікті өздерін нашар сезіну, бас ауру, шаршау сияқты сезімдер болмайды. Егер ондай болса, барып толық медициналық тексерістен өтер еді. Өмірлеріне кедергі келтіріп тұрмаған соң, оны проблема ретінде қарамаймыз. Бұл шпинат сорпасы. Ол бізге күш береді. Теңізші папай сияқты мықты боламыз. Келбеттері өзгеше болғанына қатты таңғалатын адамдардың реакциясына олар үйреніп кеткен. Біз ауылда далада жүргенде ешкім бізге саусағын шошайтып күліп қарамайды. Ешкім мазақ етіп тиіспейді. Ондай проблема жоқ. Егер қалаға қарай немесе басқа аудандарға шықсақ, бізді бірінші рет көріп тұрғандар әрине шошып таңғалып қарайды. Мен сіңіліме мүлдем ұқсамаймын. Міне мынау менің сіңілім. Менің түрім басқаша. Кейде мен бауырларыма ұқсамай туылғаным үшін өзімді жаман сезінемін. Себебі мені ешкім мазақтап тиісіп, менің түрімді талқыламайды. Мен қалыпты өмір сүремін. Олардың көңіл күйі түссе, мен де өзімді бақытсыз сезінемін. Дегенмен отбасы мүшелері өз ауылдарында ашық жарқын барлығымен араласады. Жағдайларың қалай, жақсы ма? Аллаға шүкір, жақсымыз. Өзіңіз қалайсыз, аға? Менде де бәрі жақсы. Адамдарға ұқсамаймыз, бірақ бізде бәрі жақсы, бақытты өмір сүріп жатырмыз. Бізге жаратқан иеміз осындай ерекше түр берген сияқты. Мен бұны солай түсінемін. Әлеуметтік желіде белсенділік көрсетіп, соңғы кезде бауырлар бүкіл әлемге танылды. Алайда барлығы жақсы жағынан қабылдады деп айта алмаймыз. Біз TikTokта танымал болып кеттік. Қателеспесем, маусым айында көп қаралым жинадық. Адамдар бізді аянышты көріну үшін түсіріп жүр деп ойлайды. Бірақ ол қате. Шынымызды айтсақ, біз осы мүмкіндікті пайдаланып, әрі қарай өмірімізді жақсарту мақсатында табыс тапқымыз келді. Бұл диагнозбен өсе келе өзімді төмен, адамдардан кем санайтынмын. Ал қазір басқаша. Біздікіндей диагнозы бар адамдар болса, оларға мұңаймасын дегіміз келеді. Тағдырыңызды кінәлап, немесе бұны бір қарғыс деп ойлап, немесе одан бетер Құдайды кінәлап жазғырмаңыз. Ең маңыздысы, қабылдап үйреніңіз. Және әлемге ашық болыңыз. Өмірге позитивпен қараңыз.
fisik, menjual fisik supaya dikasihani, supaya kita bisa dapat uang. Berarti kita bekerja menjual fisik dong. Padahal sebenarnya kita itu dengan keviralan kita itu